Алматы қаласы 10 қаңтарды таңғы сағат 8:00-ден бастап көше торуылдаған патрульдік көліктермен қарсы алды. Ескі және республика алаңын айнала қоршаған заң мен әкімшілік қызметкерлері өткен-кеткендерге күдікпен қарап, куәліктерін тексеруден бас алмады. Сайлау күні дауыс бергендердің пікірін білмекке сайлау учаскелеріне барып көргенбіз, алайда дауыс берушілердің саны бірең-сараң екенін аңғардық. Оның ішінде көбінің таңдауы Адал партиясына түссе, Нұр Отан партиясының бақытты отбасы, кедергісіз келешек және басқа да жобалар үшін қолдаймын дейтіндер де табылды. Примерно ойланып көреміз енді қазір. Может, Адал партиясы беріп көретін шығармыз енді. Не себепті? Білмеймін, Адал партиясы енді жақсы деп отыр ғой, мақсат. Ал сайлауға бойкот жариялағандардың қатары қалың, олар алаңға шығып наразылық білдірмек болды. Сайлауға наразылық білдіруге келгендер белгіленген уақытқа дейін алаңның әр шетінде 1-2-ден топтасып көзге түспеуге бекінген. Алайда бізді көрген беттен белсенділердің бірі шеру басталмас бұрын қарсылықтарының себебін түсіндіріп өтпек болды. Өзім туып өскен жерім Қызылорда өңірінемін. Осы Қызылорда өңірінде қазір баллотироваться етіп жатқан депутаттыққа Әлназарова Ақмарал жөнінде айтқым келеді. 2010 жылы менің әкемнің поликлиникада, Қызылорда қаласының Шанхай поликлиникасында әкемді рентгенге түсірген кезде өпкесінде дақ бар болған. Соны 5 жыл бойы ешқандай әрекет етпеген, тубольницаға тіркемеген, басқа қылмаған, то есть врачтардың прямой қателігі, олардың барлығы сол кезде Нұр Отан партиясының мүшелері еді. Әкем 2015 жылы қайтыс болғаннан кейін Әлназароваға бардым. Әлназароваға барып, облздравтың бастығы болғаннан кейін Ақмарал деген кісіге айттым, жағдайдың бәрін түсіндіріп. Ол кісінің шешімі өзім қабылдаймын, мен өзім наказание беремін деді. Алайда бірақ әкем өлгеннен кейін жаңағы главврачты алды да басқа поликлиникаға ауыстырып жіберді. Қазір сондай кісілер, мысалы үшін адам өлтіріп отырған, халатын іспен айналысып отырған врачтар қазір депутаттыққа сайланайын деп жатыр. Мен не үшін ондай депутаттарға дауыс беруім керек? Сағат 11:30 шамасында Қазақстан демократиялық партия мүшелері 30 жыл халықты алдаған билік кетсін, жалған сайлауға қарсылық деп жазылған плакаттарымен бейбіт митингке шықты. Алайда полиция наразылық білдіруші топты Тәуелсіздік монументіне жеткізбей бірден қоршауға алды. Ал айтарым бар деп келген қалған жұртты заң қызметкерлері алаңға кіргізбеді. Шеруге шыққандар екі жақтан наразылықтарын дауыстап жеткізді. Аяғына шап, кіргізбей, 5-6 адам әзір кіріп кетті. Қазақстан айтып отырмын, унитарлық мемлекет біздің. Қазақстан бойынша еркін жүріп тұруға құқығымыз бар десем, мына жерде жүрмеңіз, ана жақта жүріңіз дейді. Біз сайлауға қарсымыз. Неге қарсыздар? Енді ол жерде тек қана Нұр Отан өзінің жақтастарын ғана жинап алған, оппозиция мына халықты ойлайтын, қарапайым халықты ойлайтын ешқандай партия қатысып отырған жоқ бұл неге. Өздерін қала тұрғындарымыз деп таныстырған топ сайлауға бойкот жариялағандарға қарсы шу шығарды. Айтуларынша сайлау әділ өтеді және митинг ұйымдастырғаннан ештеңе шықпайтынын алға тартып, наразы топты қайтаруға тырысты. Сөздерінше халықтың жағдайы жаман емес көрінеді. Наразы топқа басу айтқандардың ішінде зейнеткер апаның пікірін білгенбіз, алайда ол есімін айтудан бас тартты. Великий Кеннеди говорил: никогда не спрашивай, что тебе сделала твоя Америка. Спрашивай, что ты сделал для своей. Вон она демократия, которую, извините, пропагандирует Америка. Капитолий, что попало, творится. Поэтому в это трудное время, когда, извините, у нас, извините, пандемия, где-то кто-то на самом деле, а кто-то кредиты на то и взяли, и хотят, чтобы мы его заплатили. Извините, земля казахстанская, на 6-м месте мы по территории. Кто не дал права, извините, его освоить? Пожалуйста, осваивайте. Тут в основном 35-40 лет. Они не видели в 90-м году голод у нас. Одеть нечего было, кушать нечего было. Страшно было, что в 89 году. Вы пришли против этого митинга? Конечно, против. Я просто шла и кричала. Наразылық шеру барысында полиция қарсылық білдіргендерге күш қолданып, көлікке тиеп әкетті. Арнайы жедел әрекет ету отряды шамамен 30-дан астам белсендіні қамады. Ал қоршаудағы бір топ белсенділерге азық-түлік тасуға тыйым салған заң қызметкерлері тіпті дәретханаға баруға да рұқсат бермей, әйелдер сол жерде дәрет сындыруға мәжбүр болды. Ровдыға апарып қамамат деген аты ғана. Шын мәнінде мына жерде бізді 7 сағат ұстап тұр. Дәретханаға шығармайды. Әйелдерімізге өзі осы жерге дәретхана сындыруға мәжбүр. Арнайы жасақталған отряд таңнан кешке дейін қытымыр қыста дәм сусыз наразы білдіруші топты қоршаудан босатпады. Біздің билік 10 қаңтар күні халыққа Ленинград блокадасының жаңа көрінісін тарту етті. Фашистік биліктің көрінісін қайталап отыр деп жанайқайын жеткізген сайлауға қарсы топқа полиция жасағы аяушылық танытқан жоқ. Ортамызда жасы егде кісілер бар, әйел адамдар бар, екі қабат адамдар бар, аяғы ауыр.
Осылардың ауырған сырқағанына қарамай бағанадан бері осылай қоршап тұр. Қоршады, қысты, итерді, тепті. Республика алаңындағы наразылық білдіруші топтан бөлек Сатпаев пен Достық көшелерінің қиылысында сайлауға бойкот жариялаған Оян Қазақстан жастар қозғалысының белсенділерін арнайы жасақ қоршауға алып 5-6 сағат бойы босатпады. Трибунал Назарбаеву! Трибунал Назарбаеву! Долой Нур-Отан! Долой Нур-Отан! Түнгі сағат 21:30-ға дейін қоршауда тұрған белсенділер арасындағы аяғы ауыр келіншектің жағдайы күрт нашарлап, жедел жәрдем көлігі алып кетті. Сондай-ақ 53 жастағы белсенді әйелдің қан қысымы түсіп, наразы топ дәрігерлер алдыруды талап етті. Дәрігерлер қайда? Бір адам шығарайық, мына жерде ауырып тұрған адам бар. 11 сағат бойы тік аяқта тұрған наразылық білдірушілер түн ауа босатылды. Белсенділер бұл әрекетті фашистік биліктің қорлауы екенін айтып, дәл осындай қатыгездікке дайын болғанын, сағатта далада тұратынын біліп келгенін жеткізеді. Алайда биліктің кезекті қорлауы белсенділердің сағын сындырмайтынын айтады. Адамның құқығы да сақталған жоқ, конституция да сақталған жоқ. Адамдар сол жерге дәретке отыруға мәжбүр болды, енді қоршауда тұр. Бұл енді нағыз фашистік биліктің әрекеті деп санаймыз біз. Алматыдан бөлек Орал қаласында да дәл осы күні әділетсіз сайлауға наразылық білдіруге келген 20-дан астам адамды полиция қызметкерлері орталық алаңнан ұстап әкетті. Сондай-ақ сайлау күні Шымкентте Ордабасы алаңы мен орталық саябақ Арбат пен Қызғалдақ бұрқағы қоршалған. Заң қызметкерлері белсенділерді наразылықтың соңғы нүктесі Шымкент Плаза сауда орталығынан ұстады. Ақтөбе қаласында да наразылыққа жиналмақ болған 10-нан аса азаматты полиция орталық стадионнан ұстап әкеткен. Ал Нұр-Сұлтан қаласында заң қызметкерлері тіпті Азия, Австралия, Американың ірі шөлейттерін жаяу жүгіріп өткен әйгілі марафоншы Марат Жыланбаевты көшеде жүрген жерінен қамауға алған. Айжан Бүркітбай, Бифат Елтаева, Айша Исатай, арнайы Жас Алаш үшін.